қымбатты көрермендерім, сіздермен бүгін Айжан. Бүгінгі видеода мен далада паркте түсіруді жөн көрдім. Білмеймін неге, бірақ бүгін ауа райы Астанада керемет. Көптеген менің көрермендерімнің сұрауы бойынша мамандық таңдау жөнінде кеңес беруді сұраған еді. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Біраз дыбыстарды естісеңіздер, мен фонтанның қасында тұрып, мамандықтан да өз басында да өтті. Біраз күрделі қиыншылық туғызады, себебі қандай жұмыс жасаймын, қандай университетте оқимын, достарым осының барлығы сенің осы таңдауына байланысты болады. Сондықтан біраз нақты таңдауды қажет ететіндіктен біраз қобалжыған кездерім болды. Менің өзімнің мамандығым қазіргі оқып жатқан дәрігердің ішіндегі стоматология мамандығын таңдадым. Сондықтан осы мамандыққа мен өзім қалай келдім? Ең бірінші кеңесім дәптер мен парақ алып, соған өзіңізді бос уақытыңызда не істегенді жақсы көреді. Мысалы, өлең айтқанды ма, немесе жануарлармен уақыт өткізгенді, адамдарға көмектескенді, немесе спортпен шұғылдансаңыз да өзіңіз жақсы көретін болсаңыз, онда осы кісі айналып жүріп, паркты. Кішкентай парк болса да, бірақ істеген жақсы көресіз, барлығын жазып қойыңыз. Осы жазылған тізімменен өзіңіздің болашақ мамандығыңызға бір бағыт ретінде ең алғашқы қадамыңыз болып саналады. Екіншіден, өз қабілетіңізді бағалай біліңіз. Өзіңіздің қолыңыздан не келеді, соны да еске сақтап жүріңіз. Себебі егер өзіңіздің икеміңіз болмаса, бір іске, бірақ сіз оны қарағанды немесе жақсы көрсеңіз, одан ешқандай пайда болмайды. Оданша өзіңіздің қолыңыздан не келеді, және сіз оны рахатпен, құштарлығыңыз болса, сіз дұрыс жолдасыз деп айта аламын. Қазіргі күнде интернет желісінде өте көп статистика ретінде бар, яғни адам қандай мамандықтың мысалмен жалақысы туралы айтылады. Оған да біраз мән бергеніңіз жөн, себебі мұндай кездер көп, оқиғалар көп оқыдым. Мысалы, біреу бір мамандық иесін таңдады, өзіне ұнаса да университетті бітіргендіктен диплом алып, ол жұмысқа тұрғанда жалақысы өте аз болып қалды. Сондықтан оған сол оқыған дипломы босқа жатып, қазіргі күнде көптеген бір прикол десек айтуға болады. Диплом не үшін керек, бұл жай ғана жатады деген бір стереотиптер көп болып кетті. Сондықтан осыны да естеріңізде сақтай жүріңіздер. Қараңыздар, мамандықты таңдасаңыздар да, оның жалақысы өзіңізге устраивает дегенде. Екінші кеңесім, мен мысалы жақындарымнан, яғни жақсы білетін адамдардан маған тән қасиеттерді жазып айтып беруін сұраған болатынмын. Яғни көбісінің айтқаны, орысша айтқанда, заботливая, адамға көмек бергенді, немесе мен өзім кішкентай кезімде сондай едім. Мысалы, біреу алып қалса, қасында жүріп, көмектесіп, маған осы өзіме қатты ұнайтын еді. Дәрігер мамандығы маған жақсы келіседі деп айтқан болатын. Ата-анамнан да сұрадым, оларда да өзімде кішкентай кезімнен соған жақын болатын. Дәрігер мамандығы болам деген ойлар болды менде. Алтыншы кеңесім, статистикаға қараңыз. Қазіргі күнде өте көп оқушылар, мысалы, мектеп бітірген кезде экономист, немесе юрист, туризм, сондайды мамандықтар таңдайды. Ондай мамандықтарға гранттар саны аз, себебі екінің бірі көбісі осы мамандықты таңдағандықтан, ал бірақ физикалық, техникалық жағына келетін болсақ, ондай мамандықтарға гранттар өте көп, және ондай мамандар қазіргі күнде өте қажет. Соны да естеріңізде сақтаңыздар. Егер сіздерді қызықтыра білсе, техникалық мамандық сіздерге грантта керек болса, және өзіңіз физика және техникаға әуес болсаңыздар, онда ең керемет осы таңдау болып есептеледі. Жетіншіден, мамандықтар туралы оқыңыздар, ол басында айтқан тізімменен өзіңіз біраз жерлерді сызып, солай өзгертіп отыруларыңыз болады. Бітіргенде өзің кім болатыныңызды білмейсіздер, сондықтан ата-аналарың міне сен мына мамандық бол деп айтуы мүмкін. Соңында оларды тыңдаңыз, бірақ 90% сөздің тобықтай түйінін өзіңіз ғана шешуіңіз керек. Бұл сіздің таңдауыңыз. Документ қалай тапсыру керек, сол жайлы біраз айтып жіберейін. Егер сіз, мысалы, Астана қаласында тұрып, Алматыға түскіңіз келсе, немесе бір қалаға түскіңіз келсе, сіз міндетті түрде ол қалаға бару шарт емес. Сіз өзіңіздің қалаңызда егер ұлттық бірыңғай тестіні тапсырсаңыз, 4 жоғары оқу орнынан таңдай аласыз. Сіздің қалаларыңыз қай жерде, әрбір қалада ол бар, яғни сол жерде тұрып документтеріңізді
тапсыра аласыздар. Сіздерге беретін кеңесім 4 сетті толық жазғаныңыз. Себебі егер біріне түспесеңіз, екіншісіне грант болып қалуы мүмкін. Сіздің балыңыз бірінші тұрған университетіңізге сәйкес келіп грантқа түссеңіз, сіз автоматты түрде сол университетке түстіңіз деп есептеледі. Тиянақты түрде жазғаныңыз жөн. Достар, сіздерде біраз сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға жазыңыздар. Мен осындай келесте сіздердің сұрақтарыңызға видео түсіріп жауап беретін боламын. Өзім қалай осы мамандықты таңдадым, оған көптеген себептер әсер етті. Мен жақын арада бірінші сыныптағы дәптерімді тауып алған едім. Кішкентай кезімнен тақпақ шығаруға әуес болатынмын, жақсы көретін едім. Ең қызығы, ең бірінші шығарған тақпағым аты тіс болатын. Мен мына жерде суретін көрсетемін. Осы тақпағымды шығардым. Сондықтан қазіргі күнде мен тіс дәрігері боламын. Сол мамандықта оқып жатырмын. Сондықтан мен мамандығымды біраз осы кезде мен өз-өзіме, яғни қуанышты болдым. Яғни кішкентай кезімде бірінші сыныптан армандаған арманым қазіргі күнде болып жатыр, иә. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, осындай видеоларды жіберіп алмас үшін менің артыма жазылыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып, сұрақтарыңызға жауап беремін. Өздеріңіз қалаған мамандық иесі болуларыңызға тілектеспін. Сіздердің қолыңыздан барлығы келеді, мен сіздерге сенемін. Сау болыңыздар. Мына жерде қазір көрсете салайын, бит керемет. Осы жерде түсіргім келді, алайда міне Астанада. Не қызығы, осы паркте адам өте аз келеді. Мына жерде түсіру керек. Қандай күшті свет. Окей. Ну ладно, не пропусти. Мамандық саған кесетін мамандық еді. Түсіріп жатқан орнымды өзгертуге тура келді. Балалар жылап жатыр.